Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика оқулығының 74-ші сабағын түсіндіріп өтетін боламын. Сабақ басталмас бұрын мен арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз есептер шығару. Бірінші есеп. Цирк аренасында үйретілген иттер өнер көрсетті. Оларда 5 қызыл топ, одан 3 артық жасыл топ болды. Үйретілген иттерде жасыл топ нешеу? Шарты: қызыл доп 5 дана, жасыл доп қанша дана? 3 артық. Шешуі: 5-ке 3-ті қосамыз, тең 8. Жауабы 8 жасыл доп. Екінші есеп. Есептерді шығар. Асы: суретші 7 қызғалдақ пен одан 2 артық гүл кекіренің суретін салды. Суретші неше гүл кекіренің суретін салды? Шарты: қызғалдақ 7 дана, гүл кекіре қанша дана? 2 артық. Шешуі: 2-ге 7-ні қосамыз, тең 9. Жауабы 9 гүл кекіренің суретін салды. Әсі: суретші 9 гүл кекіремен одан 2 кем қызғалдақтың суретін салды. Суретші неше қызғалдақтың суретін салды? Гүл кекіре 9 дана, қызғалдақ қанша дана? 2 кем. Шешуі: 9-дан 2-ні аламыз, тең 7. Жауабы 7 қызғалдақтың суретін салды. Үшінші есеп. Есептің шартын толықтырып, берілуін қысқаша жаз. Хайуанаттар бағында 3 ересек маймыл мен олардан 2 артық кішкентай маймыл бар. Хайуанаттар бағында қанша кішкентай маймыл бар? Яғни суретке қарадық. Суретте ересек маймыл 3 екен, ал кішкентай маймыл 5 екен. Содан артық деп жаздық. Шартын құрамыз. Ересек маймыл 3, кішкентай маймыл қанша? 2 артық одан. Шешуі: 3-ге 2-ні қосамыз, тең 5. Жауабы 5 кішкентай маймыл бар. Төртінші есеп. Таспалардың ұзындығын өлше. Түсі бірдей таспалардың жұбын салыстыр. Салыстыру нәтижесін жаз. Міне өлшеп жаздық жауаптарын. Енді көк таспамен көк таспаны салыстыратын болсақ, 3 см тең 3 см. Және бұл жерде түсі бірдей қызыл 5 см қызыл таспа және 2 см қызыл таспа. Яғни 5 см үлкен болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.